Қайырлы күн, мен қазір настенное освещение қалай жасаймыз соны түсіндіретін боламын. Ол үшін бізде мынандай мебельдің планын ашып аламыз және бізге мынандай рендер келеді. Мына бөлме бізде мына жер. Бұл жерде қараймыз. Стенада қандай освещение бар? Мына жерде нишаның подсветкасы бар. Уже басқа бөлме. Так. Бра бар екен мына жерде, бра және лестницаның жанында бра және нишаларға подсветкалер тасталыпты. Оларды қалай жасаймыз? Біз алдын освещениеде потолокта L деп жасақ электрооборудование. Осы жерде біз мынандай вынескаларды жасаған болатынбыз. Осыларды қолдансақ болады. Көшіріп алып келеміз да бір жерге қоямыз. Екеуінің де слой ашамыз. Создать план настенных освещений деп план ашамыз. Және екіншісі размеры настенных освещений деп екінші слой ашамыз. Бұлар слой менде бар. Екеуін сөйтіп настенныйға көшіреміз. План настенных освещениеге мынаны да план настенныйға көшіреміз. Екі слойды ашамыз. Ctrl-L настенный деп жасақ екеуі шығады. Ашамыз. Сөйтіп мынаның фонын көк емес оранжевый қылайық, себебі ертең разводка жасаған кезде қайсысы настенный, қайсысы потолочный екені анық көрініп тұрады. Енді қараймыз. Мына жерде лестницада екі жерде ниша, мына жақта уже бірінші этажға кетіп қалады. Мына жағын қояйық. Мына жерге қоямыз. Ctrl-R деп бұрамыз бұны. Сөйтіп мына қабырғадан примерно 200 штор, примерно 1000 болса, одан тағы 500, 200, 1200, 1700. 1700 де тұр деп есептейік бұны, бірақ кейін развертка жасаған кезде панельдерді сызамыз ғой. Соның өлшемі егер басқаша сызып қойсақ, сәл корректировка жасаймыз. Ол бәрібір, мысалы қазір мен примерно қойдым, соны корректировка жасаймыз 5-10 сантиметр. Разверткада көрсетем кейін. Сөйтіп мынаны осылай жазам. Вывод для подсветки ниши дейміз да. H 100 мм от пола деп жазып қоямыз. Бұл бір. Одан кейін мына жерде екен екіншісі. Тоже самое былай дейміз да. Бұл енді примерно 1200-де қашып тұр мына қабырғадан. 1200 дейміз. Мына вынесканы қайта қоймау үшін бұны былай мынаны тұсынап келейік. Сөйтіп стрелкасын почти жоқ қыламыз қазір. Ең көрінбейтіні 0,1 дейміз, көрінбейді. Енді сөйтіп мына жерден линияны таңдаймыз, полилиния. Слой настенный дейміз. Цветін қара қыламыз. Сплошной. Стрелка керек. Мынандай стрелка, цветі қара. 0,35. Сөйтіп мынаған бүйтіп шығамыз. Екеуінің стрелкасы кіші болып қалды. Осылай жазамыз. Жанында бра бар. Браны осветительный прибор, параметры. Сөйтіп мына жерде өзі бізде брадай настенный светильник деген бар. Бұның бірақ тоже мына классификациясын потолоктағыдай бра деп жазып қоямыз. Егер уақытыңыз көп болып бөлгіңіз келсе, кейін классификацияда бра лестничная зона деп жазып қойсаңыз болады. Әр бөлменікі әртүрлі болып тұрады сол кезде. Сөйтіп мына жақтан түрін мынандай таңдайық. Бра цветі көк болсын, окей дейміз. Қоямыз, Ctrl-R. Сөйтіп ол мынадан подсветкадан 300 қашып тұр. Дейміз да. Бұны то же самое былай көшіреміз. Бұны енді былай қоясылайық. Сөйтіп мына жаққа жазамыз. Бра H 1500 мм. Көбінесе 1500 болады. Егер потологыңыз биік үй болатын болса, ол кезде торлайсыз. Егер мына жерде енді потолок
3700 екен. Сол үшін мен бұны көтерем. 1800, 1500 пәс болып қалады. 3 метрлік обычный квартиралардың көбісінде 1500-де қоя бересіздер. Бұның стрелкасын көрінетін қыламыз. Ой. Мынандай 7 қыламыз. Вот, енді бұны шетке тартайық, көрініп тұр үшін. Жалпы осы, мына бетте басқа ештеңе жоқ. Мына жерде то же самое, мынандай ниша бар. Мынандай нишаны мына жаққа әкеліп қоямыз. Тез көрсетесің, уақыт аздау болып тұр. Сосын ерекшеліктер. Саған мына жерде полка бар және айна бар. Оны қалай қоямыз? Ол мына бөлме. Оған мысалға жаңағы вынескамызды қайта алмайын. Мысалға мынандай вынесканы әкеліп қоя салайын. Сөйтіп мынау боянатын столиктің ортасына қоямыз да, былай бұрамыз да. Бұны жазамыз. Вывод для подсветки зеркала. Зеркаланікі всегда 1500 болады. Мына жерден. Сосын мына жер полка, мына жер. То же самое былай әкеліп қоямыз. Ортасында примерно. Сөйтіп бұны жазамыз. Вывод для подсветки полок. Полка көбінесе 1500-де тұрады, бірақ кейін мынаны разъеткада өлшейсіз на всякий случай. Мына жерден біреу, мына жерден біреу шығару керек болады. Онда кезде не істейсіз? 1500 слэш h 1800 мм. Мына 300 высотада тұрса, екі арасын 300 не қылып, екі вывод шығарады бір жерден. Енді дальше не бар бізде? Мынандай спальняның жанында, енді подъездной ғой, қазір көрсетемін сіздерге. Мынандай жағдайлар болады. Саған мына жерден мынандай подсветка қойған. Бұл кейде мына жақта тұруы мүмкін, мына жақта тұруы мүмкін. Сол кезде бұған жанында жақын жерде розетка тұру керек, чтобы кейін клиент оны қоса алатындай. Саған мына жерде сондай подсвет тұрса, мына жерге розетка шығарып кетесіздер, планы розетікті. Сосын мына жер, мына то же самое ниша, және мына жерде полка бар екен. Мына шкафтың полкасын қалай жасаймыз? Шкафтың полкасына 1500-ден вывод тастаймыз, тура мынандай. Ол бізде мына жердегі полка. Мынаны алып келеміз. Мына жерге қоямыз. Сөйтіп, бұл полка то же самое, мына 1800 дегені бұған үш керек емес. Бәрді қоямыз. Жалпы осы мына шкафтың бәріне бір вывод тастайсыз. Мына жерден сөйтіп мына шкафтың бәріне тартады. Мына жерден вывод тастасаңыз жетеді. Мына санузелда тоже зеркалаға тастайсыз. Мынандай шкафтың высотасы 1500-ден болады. Мынаған H100-ден ваннаның шетінен шығарасыз. Мына жерге 1500-ден бұрыштан тастайсыз. Бәрін айтып шығасылан тестесіз. Мына шкафқа да тоже мына бұрыштан или мына бұрыштан 1500-ден біреу тастайсыз. Мебельщиктер өздері тартып алады. Мына жерде де. Енді мына жерде қараңыз, зеркала тумбаның астында да бар екен. Оны қалай жасаймыз? Мына бірінші этаждағы бөлме, ол менде жоқ. Мына жерде 1500 слэш дейсіздер да 500-ден тумбаға тастайсыздар. Мынау сияқты мына. Мынау сияқты. Мынау просто 500 боласыз. Түсінікті ғой, Так. Мыналар бра. Ниша. Настенныйда өзі сол бра мен ниша ғана болады. Полка және зеркала. Кей жағдайда кухняда фартук болады. Фартукқа мынаның ортасынан 1500 высотадан бүйтіп жазып кетесіздер. Мысалға, мына жерде бізде фартук тұр деп есептейік. Фартуктың ортасына апарып қоямын да, жазам вывод для подсветки фартука H 1500 болады. Не үшін 1500? Себебі мына столешница 900 және кафель 600. 900-600 қоссаңыз 1500-ден тастайсыз. Мынаған отдельно полкаға тастайсыз. Ол жалпы басқа ештеңе жоқ. Настенада қалған бәрінде енді размер қойып шығамыз. Размерді қалай қоямыз? Жаңағы размерді ашамыз. Настенаға көшіреміз. Сөйтіп стенадан ұстап былайнан әрқайсына размер беріп шығамыз. Бұл кезде уже на мебель жауып тастасақ болады. Слойын сөйтіп желательно қызыл размер берген дұрыс.
Кызыл размер. Осылай. Размерлерді